Selam dostlar, sizlerмен бірге Тока Лайф арнасы. Достар, менде көп уже 4 күн бойы видео шықпай кетті, потому что мен ауырып қалдым. Сондықтан да кішке тәуір болып тұрмын. Енді мен видеолар шығарамын деп үміттенемін. Ал ендеше біз бастаймыз. Ал сіздер арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Біз уже 400 подписчиктен астық. Ал енді 500 подписчикке жеткізейік. Сіздерге көп рахмет. Ал бұл біздің жаңа жылға дайындықтың екінші сериясы. Ал ендеше кеттік. Алдыңғы бөлімде анасы мен және қызы екеуі жаңа жыл безендіруге заттар алуға кететін болған. Содан аяқталды. Ал енді біз осы кезден бастай берейік. Анашым, мынау қандай күшті ғимарат. Я қызым, бұл вроде жаңадан ашылған. Сәлеметсіздер ме, қош келдіңіздер. Бұл жаңадан ашылған жаңа жылға безендірулер бар. Кірсеңіздер болады. Қош келдіңіздер. Рахмет. Рахмет. Сәлеметсіздер ме, қош келдіңіздер біздің ғимаратқа. Сәлеметсіз бе, қош көрдік. Бізде жаңа жылға арналған заттар да бар, және подарка жасауға да заттар да бар. Саған өте керемет. Я, маған ұнады. Жүріңіздер, мен сіздерді таныстырып өтейін. Жүріңіздер. Мына жақта екінші этажға көтерілу жері. Бізде бұл әлі істелген жоқ. Кейінгі уақыттарда істеледі деп. Келесі жерде бұл бізде жаңа жылға деформациялар, міне, қараңыздар. Вау, өте әдемі, мама қараңызшы. Я, қызым, әдемі екен. Міне, және салюттер бар. Жаңа жылға шаша ілетін, және мынандай носкилер бар, новогодный. Оу, күшті екен. Және қызық. Ал сіздер бұл жақта алатындарыңыз бар ма? Я, біз бұл жақтан аламыз. Біз сосын қолымызға ұстап жүре береміз, Жоқ, қазір мен сіздерге кеп беремін. Міне сіздерге 2 себет. Если тағы да керек болып жатса, айтасыздар. Жақсы. Так, анашым, не аламыз? Білмеймін, қызым. Так, мен ойымша, мына жастар алмай қойайық. Себебі бұлар қымбат болу. Я, бізге одан мыналар керек сияқты. Я, анашым, және мынау. Так, онда мен алайын. Бұны может қолға сайын. Қазір онда мен қайсын алсам болады екен. Мынау ақылай дем сияқты. Осыны алайын. Мыналар не екен? Әпке, мыналарды айтып жібересіз бе не екен? Ау, қазір. Қайсы? Міне мынау крем ба? Я, бұл крем. Және мынау тоже. Мынаны сіздер өздеріңіздің шаштарыңызға себесіздер, сол кезде бұл майланбайтын болады. Майлы болып көрінбейтін болады да. Ал мынау болса үстіге ілетін бар ғой. Мысалға осылай деформация жасайтын кезде, сол деформацияларға осылай шашып қою керек. Сол кезде өте әдемі тұрады. Жақсы, рахмет айтқаныңызға. Аха. Так, онда қызым аламыз, Білмеймін, сол шаш майлағанға ала салайық, біреусін. Так, онда мынаны да алсайық. Бұны алмай қойық, бұл өте бар. Так, онда мынау гүл өте әдемі екен, суға сап қойға, я? Аламыз, Алайық. Так, болды, осы жақта алатынымыз бітті, мына жақтан көрейік. Мамнан қараңызшы, мына солдатты. Кәне?
Ха-ха. Ол бұрында болған бұндай ойыншық. Маме, мынандай алғым келеді, қараңыз. Мынандай. Қазір онда осыны аламыз. Так. Мыналарды заказ бере салсақ болмай ма екен? Иә, солай. Заказ беру жайлы айтасыздар ма? Иә, сіздер заказ берсеңіздер, біздің компаниядан заказ берсеңіздер болады. Сіздерге шоша келеді. Мынандай қараңыздар. Өте әдемі. Және бұның сұр цветі де бар. Өте әдемі шоша келеді сіздерге. Осындай игрушкалармен бірге, бантиктармен бірге келеді. Және осылай төбе келіп қоятын бар. Осындайларда келеміз, және осындайлар сіздерге қайсы керек, соның бәрі заказға келетін болады. Жақсы. Онда біз заказ берейік. Көбісін үйге алып кетпей. Иә, солай дұрыс болады. Так, онда мен шыршаларды аласыз. Ой, аласың. Анашым, онда мен үйге аламын. Және не бар екен тағы да. Анашымнан қараңызшы, мына жақта шоколад. Шоколад өте күшті. Мен аламын. Сіз аласаңызшы. Так, мына жақта не? Бұл жақта бізде жүріңіздер, сіздерге көрсетейін. Бұл жақта бізде кухня. Кухня? Иә, кухня дегенде бұл жақта асхана. О, міне. Мәссаған, анашым, бұл жер өте керемет қой. Иә, қызым. Біз сіздерге ұнау үшін осындай халыққа өте керемет компания ашып отырмыз. Өз жақтан тамақ алсаңыздар болады. Отырасыздар ма? Иә, отырамыз. Заттарыңызды онда мына қыз алады қазір. Сірметсіздер ме? Кәнем, беріңіздер заттарыңызды. Мен де алып көмектесейін. Рахмет. Рахмет. Так, онда біз мына жаққа қоя саламыз. Онда. Қазір енді... Иә, сіздер қандай тапсырыс бересіздер? Қазір сіздерге меню әкеп беремін. Міне менюлеріңіз. Алып қара беріңіздер. Иә, рахмет. Даяшымда келесіз ба? Иә, айта беріңіздер. Так, маған коктейль эскимо және торт домик деген. Жақсы, сізге маған рулет және клубничный коктейль. Жақсы, қазір сіздерге әкеп береміз. 5-10 минут. Осындай. Жақсы, қазір осында дайын болады. Так, клубничный коктейль. Міне дайын болды. Қазір қалғаны әкеп береді. Клубничный коктейль және эскимо. Міне домик торт. Сені қазір рулет әкеп берем. Міне қазір. Міне алыңыз. Мына столды алып тастайын, онда қазір сіздерге кедергі жасап жатырса. Жарайды, рахмет. Ас болсын. Рахмет. Мә, саған өте дәмді екен. Иә, шынымен де бұндай компанияны бірінші рет көріп тұрмын. Иә, мен де. Так, онда
Үйге тезірек барайық. Папам жұмыстан кейін шығар. Сіздерге рахмет көп-көп. Осы ақша ұстайды ғой, иә? Иә, әрине. Жақсы. Қазір біздің заттарымыз. Ал енді жүріңіздер, сіздер болдыңыздар ма? Иә, болдық. Сіздер сосын кейін заказ бересіздер, үйге барғаннан кейін. Иә. Сіздердің компанияларыңыздың аттары қалай аталады? Дос казак. Рахмет. Кассаға бара беріңіздер. Жақсы. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Бізге подарқа орап бере аласыз ба? Иә, қазір орап берем. Так, заттарыңызды беріп жіберіңіздер. Жарайды. Так, міне және осыны. Және мынаны. Так, енді мынаны орап беру керек. Және мынаны. Мыналардың бәрін не істеуге болмай ма? Так, бір себет алайық онда бәрін. Подарқа ақша ұстайсыздар ма? Иә, жарайды, мынау салынбайды екен ғой. Так, неше теңге? Сізден... Так, 15 мың. Иә. Рахмет. Рахмет сағымыз. Келіп тұрыңыздар, сіздерге ұнады ма? Иә, ұнады. Иә, қатты ұнады. Сау болыңыздар, кеп тұрыңыздар. Ой, қызым ашылып кетті ма? Иә. Жарайды, жүруге керек. Ой, келіңіздер ма? Иә, келдік. Не алып келгенсіздер? Біз жаңа жылға заттар келдік. Әлі біз заказ береміз тағы да. Бәсе, ұзақ болып кеттіңдер ғой. Иә. Папан әлі келмеген ма? Жоқ, әлі келмеді. Жарайды онда. Мыналарды не қоя тұрайық. Қазір кейін ашамыз. Балам, мамалардың шақыршы бар. Жарайды қазір. Мам, жүріңдер кеттік. Папа шақырып жатыр сендерді. Жарайды, уже келген ба, папа? Я, уже келген сияқты ғой. Кеттік. Жай ма екен? Ал не болды? О, пап, қалайсыз? Жақсы, қызым, өзің қалайсың? Жақсы. Не болды? Менде бір күшті жаңалық бар. Қандай? Сіздің жұмысыңызға байланысты ма? Иә, мен жұмысыма байланысты. Біз мен жұмысыма байланысты басқа жаққа кетеміз. О, қаяққа? Яғни жылы жаққа кетеміз ғой. Ол жақта күн шығып тұрады әлі. О, күшті ғой. Сонда осындай қыс жоқ па? Иә, сол ғой. Жоқ, ондай қыс жоқ. Сондықтан да бізге ертеңге дейін кетіңдер деп жатыр. Мен жұмысыма байланысты. Ой, онда жүр, қызым, екеуміз салайық бәрін. Жарайды. Бірақ ол жақта үй қарастырылып қойған ба? Иә, үй қарастырып қойған коттедж үй. О, күшті ғой. Ура! Достар, осылай менің сериям аяқталды. Сіздерге ұнаса лайк басып тіркеуді ұмытпаңыздар. Және үшінші серия тез етіп шығады. Ал сау болыңыздар.